Баршаңызға сәлем, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмді, қытырлақ, бар болғаны құрамы 3-ақ ингредиенттен жасалатын тойымды мини пирожкиді бірге әзірлейтін боламыз. Ал ендеше бастайық. Алдын ала електен өткізіп алған ұнымызға тұзымызды салып, суымызды құйып, араластырып алатын боламыз. Содан соң үстінен майымызды құйып, қолға жабыспайтындай, видеодағыдай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бізге таразы қажет болады. Таразының көмегімен дайын болған қамырымызды 30 граммнан майда бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Содан соң қамырымызды барынша жұқалау етіп жайып, видеодағыдай ішіне салмасын салып, түйіп шығатын боламыз. Мен салмасына көріп тұрғандарыңыздай картоп пайдаландым. Сіздер өз қалауларыңызша салмасын өзгертіп салсаңыздар да болады. Және бұл рецептінің тағы да бір ерекшелігі, сіздер ішіне тәтті қосып жасасаңыздар да болады. Ол үшін қамырымызды илеп жатқан кезде шекер салып жіберсеңіз жеткілікті. Біз барлық пирожкилерімізді түйіп болғанша пешімізді алдын ала 200 градусқа қойып, қыздырып дайындап алатын боламыз. Содан соң түйіп алған пирожкилерімізді табамызға орналастырып, бетін өз қалауыңызша сәндеп, жұмыртқа жағып, мак сеуіп, күнжіт сепсеңіздер болады. Мен онда ештеңе жасаған жоқпын. Ол сізді дәмді болып шығары сөзсіз. Міне менің мини пирожкилерім дайын болды. Ас болсын. Достар, егер сіздерге менің видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, арнамның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Сіздермен болған Ариана. Арнама жаңадан келген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаның белгісін баса кетуді ұмытпаңыз.